بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, өткендегі айтқан 25, 26, 27 сабақтарды қайтадан жасап жатырмыз. Бүгін 27 дәріс. Мәт лин деген тақырып. Әдеттегідей бірнеше ережесін оқып өтсек, сонымен иншалла ары қарай түсіндіріп өтеміз ереже бойынша. Егер тағы да бір сөзде лин әріпінен кейін деген жаңа сөз, лин әріпі деген не деген сұрақ пайда болады. Созу себептерінен сукун келсе, мәт лин болады. Лин әріптерінен кейін деп жатыр. Лин әріптері міне мыналар. Вау, сукунды вау, сукунды вау және яй әріптері сукунды келген жағдайда лин әріпі болып саналады. Қарап отырсаңыздар, міне сукунды келіп тұр, вау сукунды келіп тұр, мына жерде тағы да сукунды келіп тұр. Яғни яй әріпі сукунды келсе, немесе тағы да вау әріпі сукунды келсе, онда осы екеуі мәт линнің әріпі болады. Енді айтып отыр да, бір сөздің ішінде лин әріпінен кейін, осы лин әріпінен кейін, сукунды яй мен сукунды ваудан кейін, сукунды яй мен сукунды ваудан кейін, осы мыналардан кейін, тағы да көрсетейін, осылардан кейін созу себептерінен сукун келсе, онда жаңағыдай мәт лин болады дейді. Ол қалай сукун келіп тұр, мына жерде сукун жоқ қой деп сұрайсыздар ғой сіздерге. Қараңыз, сукун жоқ, мына жерде қаяқтың сукуны, мына жақта міне харакат, мынау танвин. Бұл былай ғой, міне қараңыз. Мен хауф деп оқыған кезде тоқтайсыз ғой, аятты мына жерде оқып. Жалпы сүреде мына сөзбен аят тоқтайды да, міне. Мысалға, Құрайш сүресі бар да, илафи Құрайш илафим рихлата шитаи ва сайф фалиабуду рабба хадал байт аллади ат'амахум мин жу' ва аманахум мин хауф. Құрайш сүресінің ең соңғы сөзі мынау да, міне хауф деп осы. Енді қараңыз. Хауф деп осы не қып тұр? Мына соңғы сөзі дедік, соңғы сөз. Не өкет мынау? Мына соңғы сөзі. Соңғы сөзі мына жерде тоқтайсыз ғой, міне. Хауф деген тоқтайсыз. Тоқтаған жерде өткендегідей сукун пайда болады ғой енді, сукун. Мен хауф деп тоқтап жатсыз, сондықтан сукун пайда болады, яғни бір сөздің ішінде мәт линнің сукунды ваудың, яғни мәт линнің әріпінен кейін сукун пайда болып тұр ғой, мына жерде. Хауф деп тоқтап жатсыз ғой, сондықтан сукун пайда болып тұр да. Міне осы не болады? Мәт лин болады. Мәт лин болады. Тағы да айтып түсіндірейік. Міне бір сөздің ішінде мәт линнің әріпінен кейін сіз тоқтағанға байланысты пайда болатын жасырын сукун келсе, онда мәт лин болады. Мәт линнің әріптері мыналар: яй мен вау. Яй мен вау сукунды келген кезде, яй әріпі сукунды келсе, және де вау әріпі сукунды келсе, бір сөздің ішінде, онда ол мәт лин болады. Енді қараңыз, мәт линнің әріпі келіп тұр ғой, сукунды вау келіп тұр. Осыдан кейін сіз тоқтайсыз ғой, мына сөздің соңы ғой, мына сөздің соңы. Хауфин деп тоқтаған кезде мынау түсіп қалады, танвин, білесіздер ғой. Өткенде түсіндірдік, мәт артты түсіндірдік қой. Бисмиллахир-рахманир-рахим емес, бисмиллахир-рахманир-рахим деп тоқтаймыз. Ана астына кәсіра бар түсіп қалады дедік қой. Сол сияқты мен хауфин емес, тоқтаған кезде мен хауф болады да, хауф. Мына фәға тоқтайсыз, фәнің үстіне тоқтағандықтан сукун пайда болады да. Ал енді қараңыз, мәт линнің, яғни сукунды ваудың мәт линнің әріпінен кейін, яғни сукунды ваудан кейін сіз тоқтағанға байланысты пайда болатын сукун тұр ғой, міне. Осы мәт лин болады. Тағы да бір мысал. Міне, бір сөздің ішінде, мынау ғой, бір сөз енді. Бір сөздің ішінде, не өкет мынау? Қараңыздар. Бір сөздің ішінде мәт линнің әріпінен кейін, яғни сукунды ваудан кейін, мына жерге тоқтағанға байланысты пайда болатын сукун келсе, жақша ішіндегі сукун, яғни жасырын тұрған сукун ғой. Негізі харакат бар, бірақ сіз хадал байт деп тоқтайсыз ғой. Ал тоқтаған жерде сукун пайда болады. Яғни
мәт линнің әрпінен кейін сукун пайда болып тұр, сондықтан бұл мәт лин болады. Яғни мәт линнің әрпі келсе, одан кейін сукун келсе, онда мәт лин болады ғой. Былай айтқанда қарапайым жалпақ тілмен айтсақ, сукунды вау мен сукунды яй, не? Тағы да түсінейік. Сукунды вау мен сукунды яй келсе, яғни вау әрпі мен яй әрпі сукунды келсе, вау әрпі мен я әрпі сукунды келіп, олардан алдыңғы әріп фатхалы болса, бұл екі әріп, вау мен я әрпі соңынан алдың келсе, онда бұлар жаңағындай мәт лин болады осы жағдайда. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер, иншалла сұраңыздар. Міне көрсетіп тұр ғой, міне мындапта, міне. Қараңыз. Міне сукунды вау мәт линнің әрпі. Сукунды яй мәт линнің әрпі. Осы мәт линнің әрпінен кейін сукун келіп тұр, қараңызшы міне. Мәт линнің әріптері, мына сукунды вау сукунды яй. Бұлардан кейін сукун келіп тұр ғой, міне көрдіңіз бе, осылай. Міне осы жағдайда мәт лин болады. Енді біреу сұрау мүмкін, мына жерде сукун жоқ қой, міне мынақта кәсіра тұр ғой деуі мүмкін, мына хауфтың астында тәнуин тұр ғой деуі мүмкін, бірақ сіз мына сөздің мына мен хауф деп тоқтайсыз ғой, мына жерде аят бітеді ғой, сондықтан аят біткен жерде сукун пайда болады. Міне осы жағдайда мәт лин болады. Ва ахиру дағуана анна алхамдулиллахи раббил аламин.